Түркістан облысының полиция департаменті ескертеді. Алаяқтар жәбірленушілермен байланысу үшін кез келген құралдарды пайдаланады. Оның ішінде телефон, пошта, электронды пошта және ғаламтор. Алаяқтар өзін банк қызметкері ретінде таныстырады. СМС-тегі кодты айтуды сұрайды. Ақшаны басқа шотқа аударуды талап етеді. Есіңізде болсын, банк қызметкерлері бұл ақпараттарды сізден ешқашан сұрамайды. Өнім немесе қызмет ақысын төлеу үшін алдын ала ақша жіберуіңізді сұрайды. Сізге ақшаңызды инвестициялау арқылы көбейтіп беремін деп алдын ала ақша жіберуіңізді сұрайды. Сонымен қатар, WhatsApp әлеуметтік мессенджерін бұзу арқылы сіздің атыңыздан немесе сіздің таныстарыңыздың атынан ақша сұрайды. Онлайн арқылы несие алу деген секілді тез және оңай орындалатын қызметтерге күмәнмен қараңыз. Әртүрлі банктердегі шоттарға төлем аударуды талап еткен жағдайда мұқият болыңыз. Алдын ала төлем жасамаңыз. Ешкімге банк шотыңыздың толық нөмірін, құпия сөздерін айтпаңыз. Абоненттік нөміріңізге келіп түскен SMS-кодты үшінші тұлғаларға жібермеңіз. Егер сіз жоғарыда аталған жайттарға тап болсаңыз, бірден полицияның 102 нөміріне қоңырау шалыңыз.